think you should. Қайырлы күн, құрметті Айша Бибі ФМ мектеп радио көрермендері. Сіздермен бірге Айша Бибі ФМ мектеп радиосы және арнайы репортаж айтары. Жастар жылы аясында 10 сәуір күні Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен еліміздің астанасында Қазмедиа төрінде көңілді тапқырлар лигасының финалдық кезеңі өткізілуде. Бұл ойын баршамыз үшін тартысты болмақ. Бүгін киелі сахна төрінде аймақтық кезеңнен іріктелген үздіктердің үздігі бір-бірімен бақ сынаспақ. Атап айтсақ, Қарағандының тәуекелші жігіттері. Арпа ішіндегі бір бидай сол баяға алқыз. Давайте. Артық жүріс, артық әңгімелер, жоғарымызға ойын кезіндегі сияқты болсыншы. Бұл тартысты ойынның куәгер болғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Should I be glad to meet me? If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I really think you should, yeah. Қайырлы күн, құрметті әзіл сүйер қауым. Астана қаласы 2019 жыл көңілді тапқырлар лигасы біз ойынымызды бастаймыз. Қош келдіңіздер. Қызылорда білім инновация лицейі бренд командасы. Қарағанды білім инновация лицейінің құрамасы. Ойында қатысты. Қарсы алыңыздар Құрманжан Елдос. Орынды сағандым. Осындай жауапкершілігі мол істі маған тапсырған білім инновация және Нұрсұлтан Мырзаға көп рахмет. Қатысушыларымызға сайыс алдында сәттілік тілеу үшін білім инновация халықаралық қоғамдық қорының президенті Дархан Өтен Мырзаны сахна төріне шақырамыз.
Тунис командасы. Қошеметтеңіз. Ойынымыздың басын КТЛ финалының видеосындағы комментарийлерге арнаймыз. Армысың Нұр Сұлтан! Көңілді тапқырлар лигасының кино әлеміне бағыт болсақ, біз сол киноның екінші бөлімінде сіздер үшін басты рөлді сомдағымыз келеді. Сіздермен бірге болған бүгінгі сіздер командасы. Біз қоштаспаймыз достар. Ақтөбенің серле Әкіміз сіздерге министр қылып жер орнына кубоктап көпшінген қайырлы кешке жігіттер міне тақып тұрған бүгінгі тақпады. Бүгінгі тақыр кино әлемі. Қалайсың жігіттер? Не істеймісің сен? Жоқ сенен басқа командалардың қызмет шығады. Мен сен неге онымен Жігіттер, біздер лицейсе бауырлашылық дейсіз. Мына жігіттер басқа команданың масылқысы. Осыларға рөл берейін деп шығарып тұр ғой. Қайсыңе бауырлаушысы болып отқан еді? жігіттер олай болмайды ғой. Неге тастап кетесіңдер? Сендердің соңдарынан тамақтарын жеп кететін мен едім ғой. Барлығыңа кітап ойнатып, барлықтарды сабақтарды ішке шығарып жіберген мен едім ғой. Дұрыс біздер, сен ұбытқа дайындалған деп өзің ғой келмеген ойын бар. Соны айтып, неге кетіп тұрсың? Енді бір білім басқармасына бірнеше адам отырып, бір грант беріп қалар деп келемін ғой. Сонда бүгінгі ойында қарсыластарымызға, бірақ өмірінше достарымызға арналатын ән. Сіздердің болған Ақтөбе инновациялық синемасы бірдеңе. Қызылорданың күміс жігіттері Олай болса, Артем базарында өз өнерге жеткенді қызылордалықтар кетті! Еріншек Килер. Алло, Жұмағұл деген сен ба? Я, мен. Құдай Тастөбек диyorsun. Өмірге таныс арқылы келген бала. Алло, бәке, шықтым, Индираққа барайын. Астана қыздар лицейіндегі волейбол жарысында ер бала төреші болса қалай болады екен? Бір қызығы осылай сілтеген музыка болады. Сотқа кешке баратқан сот атқарушысы. Алло, Гуля, любой статьяны соттан кешке аппаратын. Ресторанда отқан лицей жігіттері. Біз осылай сілтеген жиналамыз. Сен әлі бағана келген әлі жоқ. Соны шынау. Әлі жинап тұтып қосыңдар, кетіңдер істерсіз. Мен автобустан түстім да жолдың ар жағына өтіп, жол таппай қуып осыма адасып жүрмін мен. Тәубеге келсеңдерші, тәубеге. Тыңдадық қой. Мә, тым айтып бағансың ғой. Құрметті әр қазалқасы, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтерген балаларды көңіл күй түсіретін бал қоймаңыздар. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен қызылордалық бренд бар. Шыдамды қайтап бірден ақ ұйылыстыр. Рахмет! Сүлеймен Демирелдің жалынды әгіршіктері
пайызы суреттері оншада. Қыздар, ойнамайсыңдар сіздер қалайсыңдар? Жігіттер, мына план жақсы кетіп жатыр негізі. Келесі барғандай? Экономика. Гарри Поттер кинофильмінде кімнің қай факультетке баратынын сиқырлы қалпақ шаңқытайды. Көреміз біздің фантазия жаздың соңы мұғалімдер семинары. Шымкент. Екібастұз болмасын. Құлсары. Дархан ағай, мен жас жегі жегіші. Алдарыңыздағы команда мына әндердің авторы. Мегада да жоқ, керуенде де жоқ, кейіп сені қалады бес. Неге бәріміз, мүмкін күте алды жазда ұйымдастырамыз. Командамыздың екінші аты дарынды Ханзадалар. Старт байқанда Дархан, жалында күште, кет. Көңілді тапқырлар лигасына қандай әсермен шығамын деп ойлайсыз? Керемет әсермен шығамын деп ойлап жатырмын. Өйткені біздің балаларымыз мектептен бізді түлектерді шақырып, жаңағы сценада қатыса аласыз ба, бізге көмек бере аласыз ба, сондай бір роль берді бізге. Біз де соны атқарайын деп жатырмыз. Тек қана алға деп шығамыз. Ойында қай топқа жанкүйерсіз? Мен өзім Қарағанды КТЛ түлегім. Сол үшін Қарағандыға енді, бірақ бәрібір ең мықтысы кім болса сол жеңсін. Көп рахмет. Рахмет. Білмеймін, бүгін командалар өте тартысты ойын көрсетеді деп ойлаймын, бірақ өзім Ақтөбеге жанкүйермін және де сол командадан өте жақсы ойын күтемін. Өте жақсы ойын болады деген ойдамын және де тамаша көңіл күймен шығамын деп ойлаймын. Қайырлы күн, көңілді тапқырлар лигасына қош келдіңіз. Рахмет. КВН-нен қандай көңіл күймен шығамын деп ойлайсыз? Жақсы көңіл күймен шығамыз деген үміттеміз. Қай топқа, қай командаға жанкүйер болып келдіңіз? Қарағанды ұлдар. Қайырлы күн, көңілді тапқырлар лигасына қош келдіңіз. КВН-нен қандай көңіл күймен шығамын деп ойлайсыз? Күшті көңілді күймен. Қай топқа жанкүйер болып отырсыз? Алматы қыздар. Қайырлы күн, көңілді тапқырлар лигасына қош келдіңіздер. КВН-нен қандай әсермен, қандай көңіл күймен шығамын деп ойлайсыздар? Негізі біз Қарағандыдан келіп жатырмыз. Бұл өз Қарағанды командасының жанкүйері болып келе жатырмыз. Негізі осындай КВН-ді біз жақсы көреміз, әрқашанда қатысамыз. Және де күшті болады деп ойлаймыз. Өзіңіздің командаларыңызға айтар тілектеріңіз? Әрқашанда алға бірінші орын аламыз деп күтеміз, бірақ та басқалармен құрметтен жеңеді деп ойлаймыз. Көп рахмет. Қайырлы күн, сізді ең бірінші жүргізуші боласың дегенді естігендегі реакцияңыз қалай болды? Әрине де таңғаларлықтай зат болды, өйткені бұл үлкен сахна Астанада, Нұр-Сұлтанда, және де ең бірінші реакциям және де шок болды кәдімгідей. Себебі енді Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының бастығы звондап тұрғаннан кейін кәдімгі үйдегілерді шу сөйтіп кетті. Және де әрине де қуаныштымын осы КТЛ финалына жүргізуші ретінде шақырғанына. Менің ойымша бұл енді көңіл тапқырлар лигасының финалдық кезеңі екінші мәрте өтіп жатыр Астана қаласында. Сонымен дәреже өте жоғары, себебі басқа командалар, бірақ та алдыңғы финалға қатысқан командалар келіп отыр. Дәреже өте жоғарғы деңгейде, және де жастар жылы деп, жастарды құрметтеп, жаңа мүмкіндіктер бергеніне өте қуаныштымын. Қатысушы командаларға айтар өзіңіздің ізгі тілектеріңіз болса? Әр қатысушы командаға айтар ізгі тілегім әрине де жеңіс. Алайда бұл ойынға келген мақсаттар ол жеңіс алып қайту емес деп ойлаймын. Себебі Білім инновация халықаралық қоғамдық қоры бұл жарыстарды біреу жеңіп, біреу жеңсін, және де конкуренттік бір
жаңа способностьтар пайда болсын деген жоқ, оны бауырмашылықты тығыздап, бауырмашылықты арттыру мақсатында жасап отқаннан кейін әр командаға жаңа дос тауып, және де болашақта өздеріңізге керек дос таба білулерін тілеймін. Және де осы көңіл тапқырлар лигасына өздерін жақсы көрсетіп, сахнада әрбір көрермен осы КТЛ деген жақсы екен ғой, осыға балам тапсырайын немесе де айтады ғой, осы білімнаса лицейлері өздерін тек қана олимпиада және де сабақтан ғана көрсетіп жатыр. Және де басқа қырынан көрсеткен де өте жақсы. Сол жаңа қырынан көрсетіп, өздерін жақсы көрсетулерін тілеймін. Көп рахмет. Қайырлы күн, ойынға деген өздеріңіздің оптимистарыңыз қалай, яғни қобалжу бар ма? Қобалжу әрқашан болады. Біз ойыннан ойынға тәжірибе жинай береміз, сондықтан да қатты қобалжу бізде сезіліп жатқан жоқ. Тек бір ғана мақсатымыз бар, ол осы ойынды өзімізді лайық ұстап шықсақ деген ғана мақсат. Ойынға деген қобалжу әрине бүкіл командада болады. Неге десеңіздер, бұл осы жылы және алдыңғы жылы өткен ең бірінші көңіл тапқырлар лигасы болатын. Яғни лицейлер арасында КВН болғаннан кейін қаншама ата-ана, қаншама түлектер, қаншама оқушылар, қаншама үлкен жерден келетін мұғалімдер мен директорлар болғаннан кейін әрине бүкіл командада қобалжу болады. Себебі қобалжусыз өнер көрсеткен команда ол меніңше бір қайтесіңдер. Дайындықсыз келген командада қобалжу болмайды деп ойлаймын. Дайындықпен келген команда әрқашанда қобалжу болады. Осында келген 6 команданың бәрінің бірде-бір мақсаты ол бірінші орын алу. Сондықтан да әрине бізде қобалжу бар. Әрине қазір бізді сахнада шамамен 900 адам күтіп отыр. Олардың алдында шығып, осындай үлкен сахнада өнер көрсету деген біз үшін шынымен де үлкен белес деп ойлаймын. Толқынысты басып, барынша еркін ойнауға тырысамыз. Енді әр команда болсын, қандай сайыс болмасын, үлкен сахнаға шығар кезде кез келген командада толқу болары сөзсіз. Бізде де толқу бар, бірақ оны біз бірігіп, бәріміз үшін деп ұран тастап, барлығымыз оны қорқынышты жеңуге тырысамыз. Финалдағы ең мықты бәсекелес команда. Өз ойларыңыз. Біздің ойымызша негізі бұл жерде әр аймақтың мықтылары шыққан соң, бұл финалда өте күшті командар көп. Яғни әр команданың өзінің ерекшеліктері бар. Сол арқылы олар жоғары ұпай алады. Және де барлықтары біз үшін лайықты қарсыластар. Негізі барлық команда бар, бірдей. Барлық команда бәрі жақсы дайындықпен келген. Бұл финал болғандықтан бұл жерге аймақтан ең үздік болып жарып келіп отырған жігіттер болғандықтан, жігіттер мен қыздар болғандықтан, әркім өзінің аймағында ең үздік, бұл жерде де үздіктер жиналып отыр. Ол бәсекелес қарсылас туралы қазір жас жауап береді. Енді не дейміз осы финалда енді финалға шыққаннан кейін барлық командалар мықты. Бірақ енді осы біз ұзақ уақыт бойы өзіміз көргеніміз бойынша бізге барлық командалар бірдей қарсыласып тауып өйтіп бөліп жарып айта алмаймыз енді. Сол баяғы алғыз және іздікі. Қызылорда үш команда. Дайындық барысында орын алған бір қызықты оқиға жайт болса. Видеоны айтамыз, жоқ, микрофон жоқ. Әрбір дайындық өзі қызықты бір историялар, қызықты бір оқиғалар әкеледі. Соның ең біріншісі бізде президент кубогында бізде Ақсайда редактора кезі болған. Біз редактора кезінде бізге ол жаққа микрофон жетіспегендіктен біздің лицейден ол жаққа микрофон апару табысталды. Біз ол микрофонды автобусқа отырып апардық. Автобустан түссек, қолымызда микрофон жоқ. Сол микрофонның артынан қуып, таксиді жалдап, сондай бір қызық оқиға болған. Бізде 2 жұлдыздың шығуы. Бізде командамызда жаңа 2 жұлдыз пайда болды. Ол Атшы мен Фархат мырзаларымыз. Біздің 9 сыныптар. Үміттенеміз келесі жылда өздерінің таланттарын одан сайын көтерер деп, келесі жылы өзіміздің лицейіміздің бір КВН-ін жарыққа шығарар деп. Сенеміз.
алғыздың выступлять еткен редактурадағы әр ойыны біз үшін қызықты оқиға. Себебі шынымен өте қызықты. Білмеймін, кішкене бір өздері қыз болғаннан кейін ба, арамыздағы жалғыз гүлдер болғаннан кейін ба, әйтеуір кейбір мықты жерлер бар. Енді күлкілі, былай кішкене ойнақ болмайтын болса да, кішкене күлкілі жерлері бар еді. Ең сыншыл Әділқазы. Негізі Әділқазы өзінің көзқарасы болады әрбір нәрсеге. Сондықтан әрқайсысы әртүрлі ұпай береді, әр кез келген әзілді өзінше бөлек сынайды. Сондықтан біз нақты жауап бере алмаймыз. Эльмира Амангелдіқызы. Өйткені ол кісі біраз жерде жюри болып, опыты бар болған, КТА-да да жюри болған кісі. Алдыңғы жылы да финалда болды. Жоқ па? Мейіржан Әлібекұлы және Әлшер Утев. Ең сыншылардың ішіндегі ең сыншылы. Осы көңілді тапқырлар лигасының берілген тақырыбы ол кино туралы болған. Енді кино мен әзілді былай байланыстыру қиынға соқты ма? Негізі жоқ, себебі білетіндеріңіздей кез келген әзілді кез келген нәрседен шығаруға болады негізі. Ал кино ол өте бір бізге оңай тақырып негізі қарап тұрсақ, себебі киноның өзінде мысалы кез келген киноның өзінде бір қызық сәттер болады. Соны алып мысалы кез келген мелодраманың өзінен де, детективтің өзінен де біз әзіл шығара аламыз. Және де бұл өте қиын нәрсе болған жоқ біз үшін. Тапқыр адамға кино әлеммен яғни әзілді байланыстыру ешқашан қиын емес. Яғни тек қана ниетің түзу болса, немесе талпынысың болса, бірінші орын алуға дейін талпынысың болса, әрқашанда әзілді ойдағыдай өткізіп, және көрерменнің көңіліне өтетіндей қылып жасауға болады. Себебі ең басты сол ниет қана, басқа қиыншылығы соншалықты әрине болатын шығар ең басында, өйткені бірақ бізде опытный команда болғаннан кейін кішкене бізде содан кейін біз яғни әзіл өтеді, мына әзіл өтпейді деп кішкене бөлген жайымыз бар. Себебі алдыңғы жылы біз Астанаға келген кезде кейбір әзілдерден тарылып қалған кездер болған. Себебі Астананың халқы мүлдем басқа әзіл ұғады, мүлдем басқа, яғни оларда стереотип немесе өздерінің бір ерекшеліктері бар Астана халқының. Сондықтан да оларға қандай әзіл өтетінін біз өзіміз білеміз, бірақ оны сіздерге айтпаймыз, ойын барысында сіздеріңіз көре жатар. Кино мен әзілді бір қалыпқа келтіру үлкен қиындықтар келтірмеді, себебі кино дегенде өте үлкен әлем, кино әлемі өте үлкен әлем, ол жерде әртүрлі жанрларда фильмдар бар, соның біреуін алып әзіл қойсаңыз, тамаша бір көрініс шығаруға болады. Негізі өмірдің өзі кино ғой. Соңғы сұрақ, ең жақсы дайындалып, ең күшті әзілдермен келген қай команда деп ойлайсыздар? Негізі барлығында жақсы дайындық, барлығымыз бірге дайындалған соң, біздің ойымызша барлығымыз лайықтымыз. Көп рахмет. Әсіресе мынау СДК командасы және семей командалары және Алқыз командалары Қызылордада өте жақсы, бәрі өте жақсы дайындалып келді. Ал бұл жолы бас жүлденің иегерлері атансаңыздар, ақшалай сыйлықты қандай қайырымдылыққа жұмсайсыздар? Оны енді ойын барысында бір әзіліміз бар еді, ол жайында. Бірақ та қайырымдылыққа берілген ақшаны әзіл ретінде айтуға болмайды әрине, бірақ та сонда да біздің айтқан әзіліміз шындыққа жанса және көрерменнің жүрегіне жеткен жағдайда ғана ол біз үшін табыс. Маңыздысы кубок емес, маңыздысы осы КТЛ-дар арасындағы достық. Ол ешқандай мына жерде сценаристік болған жағдай. Себебі кейбір командалар келіп, иә достық, осылай көп маңызды емес дейді. Негізінде түп шындығына келетін болса, ол ең маңыздысы ол достық. Біз осында келгенде бір апта болдық, бір аптаның ішінде көп дос таптық. Ақтөбеден, Қызылордадан, Қарағандыдан, Алматыдан, сол секілді қанша қарындастарымызды, қанша ағаларымызды, бауырларымызды таптық деп ойлаймыз. Және де енді қайырымдылыққа емес, бірақ та өзіміздің дұрыс жерге қолдануға барынша тырысамыз. Көрермендерді қалай таңғалдырасыздар? Киіммен әзіл ғой. Әзіл дегенде енді фишкаларымыз бар. Ойында көре жатарсыз, бір-екі өзіміздің секретный бір оружиеміз бар деп айтамыз да. Көп рахмет, ойында сәттілік тілейміз. Рахмет.
you should, yeah. Aren't you glad to meet me? Қайырлы кеш, менің атым Дастан, мен Жылу Гейтс командасы, яғни семейдің жайдарман КТЛ командасының жетекшісімін. Енді басқа қандай Сіздерді Айша-би БФ мектеп радиосының атынан шын жүректен жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Енді осындай команданы дайындау қиынға соққан жоқ па? Қалай осы өзіңіз бір қызықты жайттар болған шығар, оқиғалар болған шығар, сол туралы айтып кетсеңіз. Негізі шынына келсек, командамен дайындалу қиын болды. Мен өз көп күшімді салдым, еңбек сіңірдім деп айта алмаймын. Өйткені команданың өздері өте талантты жігіттер, бірі актер, бірі диктор, бірінің әрбірінің әзіл шығаратын қасиеті, авторлық қасиеттері бар, әрбір шет-шетінен қырлы жігіттер. Әрине олар енді өздерінің еңбектері бар. Енді мен жетекші ретінде оларға мотивация беріп, жинап, әртүрлі көмектесіп, өзімді әзілдеріне көмек алайын. Енді негізгі еңбек барлығы еңбек ғой, барлығы әрбір жерге кіріп ішенсің. Енді өзіңіздің ойынша осы көңілді тапқырлар лигасы қандай деңгейде өткізілді? Әрине өте жоғары деңгейде өткізілді. Өйткені былтырдан кейінгі оқулықтардың барлығын түзеп, және де көрермен лық толы отырды, барлығы қол шапалақтап. Ең ұнағаны маған көрермендерді қошемет болды. Енді өзіміздің дәстүрімізге сай Айша-би БФ мектеп радиосына, Айша-би білім инновация лицейіне өзіңіз тілегіңізді жолдатып берсеңіз. Енді не деймін, дами беріңдер, осылай әркімден сұхбат алып, кейін дамып шетелдік адамдарынан, әрбір мықты танымал адамдар барлығын сұхбат алып, жеке репортаждан, кейін бір жеке каналдарында теле арналарың болатындай дәрежеге жетіңдер. Көп рахмет. Барлық оқушыларымызға, ұстаздарымызға мен алғыс білдіргім келеді. Өзіңіздің есіңізде қалған бір әзіл? Менің есімде қалған енді оқушылардың тәрбиешілеріне деген махаббаттары көбісінде сол әзіл болды. Іштерінде өз ұстаздарына, тәрбиешілеріне деген сондай терең махаббаттары сезіліп тұрады. Сол мені қатты қуантады. Және дәстүріміз бойынша Айша-би БФ мектеп радиосына деген өзіңіздің ізгі ниет тілектеріңіз болса. Енді Айша-би қыздар білім инновация лицейіне менің тілегім осылай білімде де мықты болыңыздар, және осындай әртүрлі өнерде де өздеріңізді дамытудың жолдарын қарастырыңыздар. Өйткені қазіргі 21 ғасыр тек қана білім ғана жетпейді, сонымен қатар көптеген дағдылар керек. Ертең мықты университетке түсулерің үшін осындай әртүрлі платформаларда өздеріңді қабілеттеріңді дамытып, өздеріңді дәлелдеп, келешекте мықты университеттерге түсіп, еліміздің атын жоғары биіктете беріңдер. Көп рахмет.